Зеленский мен өз мемлекетімді сата алмаймын деді. Зеленскийді тақтан алып тастау арқылы Кремль өзінің мақсатын әбден жүзеге асыру әбден мүмкін. Мені тақтан тайдырам деп дәмеленбе деп отыр Кремльге. Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, Зеленский күтпеген мәлімдеме жасады. Яғни Америка құрама штаттары бар ғой, Дональд Трамп Зеленскийге айтты: осы кезге дейін алған қаражатыңның енді өтемін жаса. Біздің еліміз сендердің украиндықтардың сирек кездесетін пайдалы қазбаларын аламыз деп отыр. Шамамен 300 миллиард деп еді, енді 500 миллиард доллар көлеміндегі сирек кездесетін пайдалы қазбаларын Украинадан алғалы жатқан еді. Яғни Зеленский бұған келіскенде сыңай танытқан болатын. Бірақ Зеленский Америка құрама штаттарының ұсынып отырған құжаттарын оқып шыққаннан кейін, келісімді қарап шыққаннан кейін, өз елінің қауіпсіздігіне кепілдік беретін нәрсені таппағаннан кейін, Американың бұл ұсынысынан бас тартты. Зеленский мен өз мемлекетімді сата алмаймын деді. Бұл мәлімдеме қатқыл шыққаны сонша енді әлем елдері бұны талқылап кетті. Себебі осы кезге дейін Америка құрама штаттары мен Еуропа мемлекеттерінің миллиардтаған доллар қаражат бергендігі белгілі Украинаға. Енді соның өтемі ретінде Америка Дональд Трамп билік басына келгеннен бастап енді соны пұлдай бастады. Яғни кезінде біз сендерге көмек бердік қой, енді соны қайтар. Ақшалай қайтара алмайсың ба? Онда пайдалы қазбаларыңды аламыз деп отыр. Алайда Зеленский одан бас тартты. Ол айтты басында: біздің Украинаның қауіпсіздігіне, оның жалпы болып жатқан соғысқа байланысты тиімді шарттарды ұсынатын болсаң, яғни Ресей мен Украина арасындағы соғыстарға байланысты Америка құрама штаттары кепілдік беретін болса қауіпсіздігіне, онда келісімге келуге болады деген еді. Алайда Трамп өзінің саудагерлігін жасап, өйткені Трамп қанша дегенмен бизнестен келгендігін көрсетіп отыр. Енді ол берілген әрбір долларға дейін есептеп, соны бізге беріңдер деп сұрап отыр. Украинаның қазіргі кезде басқа мемлекеттен көмек алмаса, бір елге бір нәрсені бөліп беретін жағдайда емес екені айтпаса да түсінікті. Енді тағы бір осы мәселеден екінші мәселе шығады. Зеленский осы кезге дейін батыс Еуропа мемлекеттері, жалпы Еуропа мемлекеттері мен Америка құрама штаттарының Украинаға 500 миллиард доллар көлемінде көмек берді дегенді жоққа шығарды. Зеленский былай дейді: Украина соғысқа 320 миллиард доллар жұмсады. Оның 120 миллиард долларын украиндықтар, ал 200 миллиард долларын ақш пен Еуропа берді деген болатын. Зеленскийдің бұл мәлімдемесіне қарап, осы кезге дейін 500 миллиард бердік деп ақпарат таратып келгендердің шындыққа жанаспайтынын байқауға болады. Яғни Украина тек осындай ғана қаражат алған. Зеленский бұны енді мәлімдеп отыр. Өйткені осы кезге дейін Америка құрама штаттарының 500 миллиард доллар көлемінде пайдалы қазбаларды сұрағандығы белгілі. Міне осыған жауап ретінде айтқандай. Ал енді Зеленскийді қайтпай отыр, өз айтқаннан қайтпай отыр. Кепілдік бер, сонда ғана біз келісімге келеміз. Және бізсіз өткен келіссөздердің барлығы да нәтижесіз, себебі шешімді қабылдайтын Украина болу керек деп отыр. Себебі Америка құрама штаттары мен Ресейдің арасында, яғни Америка мен Ресейдің арасында келіссөз басталатын болса, ол келіссөздерде украиндықтар қатыспайтын болса және олардың мүдделері ескерілмейтін болса, ол келіссөздің құны жоқ деп отыр. Себебі Трамптың өзі келіссөзге бастамашы болғанымен, Трамп енді соғыс болып жатқан елден ақша өндіргелі отырған адамнан не сұрайсың енді былайша айтқанда? Яғни ол өзінің пайдасына жұмыс істейтін адам. Америка құрама штаттарының пайдасына жұмыс істеп отыр. Ал бізсіз өткен келіссөз құнсыз деді Зеленский. Яғни тек біздердің қатысуымызбен ғана, біздің келісімімізбен ғана келіссөзді жалғасу мүмкін деп отыр. Енді Зеленскийдің айтқаннан қайтпай отыруы Трампқа да ұнамай отыр. Трамп Зеленскийді қаншама рет сынға алды. Зеленский қатты сөйлей алмай отыр, себебі өзі көмек алып отырған мемлекет болғаннан кейін. Енді қанша дегенмен Америка құрама штаттарынан миллиардтаған доллар көмек алғандығы белгілі ғой, Байденнің әкімшілігінен. Бәрі айналып келгенде Америка құрама штаттары. Енді оларға қатты сөйлей алмай отыр. Сондықтан Зеленскийді енді тақтан тайдырып,
оның орнына басқа бір президентті әкелу арқылы Украинадағы соғысты тоқтату әрекеттердің жүріп жатқанының өзі Зеленскийді үрейге салды. Осыған сәйкес Зеленский зерттеу жүргізген, қанша пайыз украиндықтар Зеленскийді қолдайды. Зеленскийдің қауіптеніп отырғаны мынау: ресейлік ақпарат көздерінде украиндықтардың тек бар болғаны 4% ғана Зеленскийді қолдап отыр деген ақпаратты кеңінен таратып, осы арқылы бұны Америкаға көрсетіп, міне, Зеленскийді халықтың бар болғаны 4% ғана қолдап отыр. Демек, халықтың көпшілігі бұл соғысты қолдамайды дегенді айту арқылы Американы келіссөздерде өзінің пайдасына пайдаланғалы отыр дейді Кремль. Алайда Зеленский енді зерттеу жүргізіп, қанша пайызы, халқының қанша пайызы өзін қолдап отырғанын жария етіп отыр. Зеленский былай дейді: бүгін зерттеу қорытындысы шығып, халықтың 57% маған сенетіні белгілі болды. Сол себепті дәл қазір мені тақтан тайдырам дегендердің қолынан түк келмейді деген болатын. Зеленскийдің бұл сөздері расында да шындыққа сәйкес келетіндей. Яғни халықтың 57% қолдайды. Яғни жартысынан шамалақ бөлігі 57% деген. Біздегідей халқының 95% Назарбаевтың кезінде сайлаулар қалай өткені жалпы белгілі ғой. Халықтың қанша пайыз Назарбаевты қолдайды деп дауыс бергендігі. Қаңтар оқиғасында бұл шындықтардың барлығының беті ашылды. Енді Зеленский соғыс болып жатқан елде халқының 57% Зеленскийді қолдап отыр екен. Бұны жария етіп отыр Зеленский. Яғни, мені тақтан тайдырам деп дәмеленбе деп отыр Кремльге. Өйткені Зеленскийдің орнына басқа бір президент келетін болса, өйткені Украинада сайлау өткел жатыр, жалпы сайлау өтетін болса, бір қуыршақ президент әкеліп қойып, Зеленскийдің орнына Украинадағы соғысты өзінің пайдасына шешіп алуы әбден мүмкін деп қауіптеніп отыр. Ал Зеленский айтқаннан қайтпай отыр. Қашан бізге басып алған территорияларын қайтарып бермейінше, біз соғысты тоқтатпаймыз деп отыр. Және Америкаға қатты сөйлеуге Зеленский әрине тартыншақтап отыр. Өйткені Америкадан көмек алып отырған ол өзі жақсы біледі. Сондықтан Трамп қанша сынаса да оған төзіп шыдап отыр. Зеленскийдің бұл да бір жаңағыдай көрегендігі дейміз бе, әлде шыдамдылығы дейміз бе, оны өздеріңізге қалдырдық. Жалпы қалай дегенмен де Зеленскийді тақтан тайдыратын болса, онда Украинаның жағдайы бұдан да құлдырап кетуі әбден мүмкін дейді сарапшылар. Себебі Грузияның жағдайын білесіздер. Кезінде Грузияда қандай реформа жасаған, бүкіл аты әлемге әйгілі болған реформатор Саакашвили. Саакашвилидің жағдайы қазір қалай екендігі белгілі. Саакашвили Грузияны қандай қылып етті, ал оны қандай қылды орнынан алып тастап. Зеленский де соның кебін киюі әбден мүмкін. Өйткені Грузияның қазіргі кезде Ресейдің Грузиядағы ықпалы бүкіл әлемге белгілі. Зеленскийді тақтан алып тастау арқылы Кремль өзінің мақсатын әбден жүзеге асыру әбден мүмкін. Өйткені Зеленскийдің орнына басқа адам келетін болса, онда Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс мүлде басқа сценариймен аяқталуы мүмкін. Кремльге ұнайтын сценариймен аяқталуы әбден мүмкін. Міне, Еуропа мемлекеттері осыдан қауіптеніп отыр.